Сәлем достар, сендермен Мералим. Бүгінгі видео тыңшы отбасы жайлы болады. Яғни мен осы анимені баяндайтын боламын. Бұл анименің бірінші бөлігі. Демек алғашқы 12 сериясы. Ендеше кеттік. Анименің басында бір адам жүргізушісімен бірге апатқа түсетінін көрсетеді. Сөйтсе бұл Весталис мемлекетінің мәмлегері болып шығады. Весталистің адамдары бас қосып, бұл оқиғаның кездейсоқ емес екендігін айтып, Астания мемлекетінің ісі деп айыптайды. Сол кезде біреу бұл операцияға Ллойд атты тыңшыны жіберейік дейді. Ллойд өте шебер мықты тыңшы. Ллойд Астания еліне Донован Дезмонд атты адаммен жақын болып, шығыс пен батыстың дос болуына кедергі болып тұрған адам. Ллойд ол үшін үйленіп, балалы болу керек екен. Оған қоса оның баласы Эдем атты беделді мектепке түсуі керек. Ал өзі ата-аналар жиналысына оны естіген Ллойд түсінбей қалады. Амалы жоқ болғандықтан Ллойд келіседі. Астания астанасы Берлинге жеткен ол, алдымен үйінде тыңдауға арналған құрылғы жоқ екеніне көз жеткізбек болады. Кейін ол сол үйді алады. Ендігі мақсаты балалар үйіне барып, өзіне бала таңдау еді. Сол кезде ол Аняны кездестіреді. Аня сыртынан қарағанда қарапайым бала секілді көрінеді. Десе де ол адамдардың ойын оқи алады екен. Бірде ол сөз жұмбақты көріп орындай бастайды. Ллойд оны біліп тұрады. Аня болса оның ойын оқып, сөз жұмбақты шешеді. Ллойдқа бұл ұнап, Аняны таңдайды. Солай олар үйге келеді. Келесі күні Ллойд оны оқытпақ болады. Бірақ Аняға бұл ұнамайды. Сосын ол досына барады. Ол одан емтихан жауаптарын алған соң, Аня жайлы ақпаратты алады. Сөйтсе Аня осының алдында 4 отбасыда болып шыққаны анықталады. Бірақ оны бәрі балалар үйіне қайтарып апарып тастайды. Аня болса сол уақытта әкесінің тыңшылық құралдарына қарай бастайды. Таңертең ғана Ллойд өзінің құралдарының құпия кодын айтқан болатын. Аня болса оның ойын оқып алған. Бір кезде Аня құрылғыны алып баса береді. Солай ол үйдің мекен-жайын көрсетіп алады. Оны әлгі Эдгар байқап қояды. Үйіне оралған Ллойд бірдеңені сезіп тұрады. Бір бандит оны ұрмақ болғанда, Ллойд еліп, оқтан қорғанып қалады. Десе де не болғанын түсінбей қарап жатқан кезде, онда біреу артынан ұрып жібереді. Алайда Эдгар мен оның қол астындағылары тұрған жерге барғанда, Аняны алып кетеді. Кейін ол мұндай іске оны араластырмайын деп жібере салады. Сосын Эдгарға осындай тағы қайталанса, оның қызы Каренді аямайтынмен бопсалайды. Қайтып бара жатқан ол Аняның отырғанын көреді. Солай оны тағы да өзімен алып кетеді. Бірақ бұл жолы тұратын үйлерін ауыстырады. Ал сосын Аня бастапқы емтиханнан өтеді. Ендігі бала табылғандықтан Ллойд әйел іздеуге кіріседі. Оған ақылды әйел керек болғандықтан ол ратушада жұмыс істейтін әйелдер жайлы ақпаратты ұрлайды. Бізге ратушада жұмыс істейтін Йор Брайерді көрсетеді. Ол қарапайым әйел болып көрінеді. Үйіне барғанда оған оның туған бауыры Юрий Брайер қоңырау шалады. Әңгіме барысында Йор жігіті бар екенін айтады. Юрий болса ол жайлы өз досынан сұрайтынын айтады. Йор қобалжып кетеді, себебі оның ешқандай да жігіті жоқ еді. Юрийдан кейін оған бір адам қоңырау шалады. Сөйтсе бұл клиент екен. Ал Йор болса тапсырыспен адам өлтіретін болып шықты. Ол бір министрдің орынбасарын өлтіреді. Ллойд келесі күні Аняны киім тігетін жерге келеді. Ол онда оған киім алады. Бірде артынан білдіртпей кіріп кеткен қызға таңғалады. Ол әлгі Йор Брайер болып шығады. Ол тіпті Ллойдтың қарағанын да біліп қояды. Ллойд болса сасқалақтап, өте сұлусыз деп айта салады. Йор оған ұсынысын енді айта бергенде Аня келеді. Йор оның әйелі бар деп ойлап қалады. Алайда Аня кішігірім қойылым қойып, анасы жоқ екендігін айтады. Ал сосын Йор оған жігітінің рөлін ойнап берсе болады ма дейді. Ллойд өз шартын айтады. Тапсырманың үстіне тапсырма қосылып, Ллойд Йормен кездесуге үлгермей қалады. Ал Йор көңілі түсіп жалғыз өзі барады. Онда Камила деген жылан бар еді. Ол оның жігіті жоқ екенін көріп, өз жігітімен мақтана бастайды. Бірде қансырап келген Ллойд есікті айқара ашады. Бәрі таңғалып қалады. Ллойд болса психиатр болып жұмыс істейтінін айтып құтылады. Ал Камила қызғанып Йордың позорын шығармақ болғанда, Йор оның позорын шығарады. Сауық кештен шыққан олардың артынан бір бандиттер қуады. Сөйтсе бұл бағанағы Ллойдтың тапсырмасындағы адамдар болып шығады. Олардан қашып жүріп екеуі олармен төбелеседі. Бірде гранатаны қолына алған Ллойд гранатаның өзін лақтырып, тетігін сақина ретінде Йорға салады. Келесі бөлімде форджерлердің беделді Эдем мектебінде болатын сұхбаттасуына дайындығын көрсетуде. Ллойд барлығына дайын, тек Йор мен Аняды дайындау қалды. Аня сұхбаттасуда мейрамханаларға, мұражайларға қыдырамыз деп айтқызу үшін олар көшеге шығады. Бәрі Ллойдтың ойындағыдай болмайды. Таза ауада тыныстап тұрғанда бір ұрлықшы кәрі әйелдің сөмкесін ұрлап кетеді. Йор ойланбай секіріп артынан кетеді. Сәлден соң Ллойд та барады. Аня көп адамдардың арасында бас ауыра бастайтын. Оған себеп адамдардың ойларының көп болуы. Бірақ Аня әлгі ұрлықшыны табады. Сосын оның жанында тұрған дүкенді көрсетеді. Ллойд оны көріп үстіне секіріп барып ұстап алады. Әлгі әйел оларды керемет отбасысыңдар деп айтады. Ал енді келесі күні Эдем мектебінде сұхбаттасу еді. Мектеп ауласына кіргенде-ақ емтихан басталып кетті.
бір емтиханшы форджерлерді байқап қалады. Ол олардан сәл келбезділікті байқайды. Біраздан соң емтиханшылар дайындаған сынақ бар еді. Бір бала арыққа түсіп кетеді. Ллойд оны шығарып оған қоса киімін кірлетіп алады. Әлгі емтиханшы болса теріс айналып кетіп қалады. Йор болса мұндай жағдайға артық киім дайындаған еді. Кенет жануарлар шығып кетеді. Ллойд өздерін ойлап қана емес, бір министрдің баласын құтқарып қалады. Ал Йор болса бір сиырды ұйықтатады. Генри Хендерсон олардың кербезділігін көріп таңғалады. Сосын ол жүгіріп шығады. Оларға сынақтан өткенін айтады. Бірақ үйге барып киімдерін ауыстыруын сұрайды. Ал олар болса осындай жағдайға тағы бір киімі келгенін айтады. Сұхбаттасу барысында 3 емтиханшы отырады. Олар Уолтер Эванс, Генри Хендерсон және Мёрдок Свен. Олар сұраққа дайындалғанындай жақсы жауап беріп жатады. Свен өте жексұрын адам. Ол байланысы арқылы ғана осында жұмыс істейді. Бірде ол Аняға бұрынғы анасын еске салады. Ллойд пен Йор ашуланып тұрады. Ллойд шыдамай жұдырығын ала жүгіреді. Бірақ үстелді бөліп түсіреді. Онда шыбын тұрғанын айтады да, бұл мектеп балалардың эмоциясына назар аудармағандықтан мектеп таңдауда қателескен сияқтымын дейді. Сосын олар үйге келеді. Бәрінің көңіл күйі онша емес еді. Келесі күні емтиханнан өткендердің тізімін қарамақ болғанда, онда Аняның есімі жоқ болып шығады. Бірақ Генри оларды тоқтатып, оның мүмкіндігі бар екенін түсіндіреді. Өзі қоңырау шалатынын айтады да кетіп қалады. Бір кезде біреу қоңырау шалады. Сөйтсе бұл Генри Хендерсон екен. Ол оларға емтиханнан өткенін хабарлайды. Аня теледидардан өзінің жақсы көретін кейіпкері Бонд Бенді шын өмірде көргісі келеді. Фрэнки болса бір қамалды арендаға алып қояды. Пистолестің құпия штабынан тыңшылар жіберіледі. Біраз сынақтардан кейін финалға жетеді де Аняны құтқарады. Енді мектептік форманы дайындағандықтан кейін олар мектепке барады. Ллойдтың жоспары Аня Донован Дезмондтың ұлы Демианмен дос болу еді. Жақсы оқитын бала Стелла деген белгіні алатын, ал жаман оқыған Танитраны алатын. 8 Танитра алатын болса мектептен қуылады. Аня Ллойдтың ойын оқығандықтан Демианмен сөйлеседі. Бірақ екеуінің қарым-қатынасы жақсармайды. Демиан оны кемсітетіндігін айтып, оны мазақтайды. Аня болса шыдамай ұрып жібереді де Танитра алады. Келесі күні Аня өзінің істегені дұрыс болмағанын біліп, одан кешірім сұрамақ болады. Бірақ оның жаңа досы Бекки бөгет жасай береді. Ллойд болса алаңда артынан барған еді. Ол Бекки далдай тұрады. Ал Аня болса Демианнан жылап тұрып кешірім сұрайды. Сосын ол қызарып сенің кешірімің қажет емес деп жүгіріп кетеді. Ллойд бітті деп ойлаған еді. Алайда Демианда Аняға деген сезім пайда болған еді. Кейінірек Йордың інісі Юрий оларға қонаққа бармақ болады. Йор оған тұрмысқа шыққаны жайлы былай тұрсын, жаңа нөмірінде айтқан жоқ еді. Оның бауырында да құпиясы бар еді. Ол мемлекеттік қауіпсіздік қызметінде жұмыс істейтін. Сосын ол келеді. Олар әңгімелеседі. Бір кезде Йор мен Ллойдтың қолдары тиіп кетіп ұялып қалады. Оны байқаған Юрий күдіктене бастайды. Сосын олардан сүйісуін сұрайды. Екеуі енді сүйісе бергенде Юрий әпкесін қызғанады. Негізі Йор да дайын емес еді. Ол абайсызда Юрийді ұрып жібереді. Сосын ұялып тағы да шапалағын жегізеді. Ллойд болса оларды жақсы әпкелені деп айтады. Юрий кетіп қалады. Бұл бөлімде Ллойд ендігі Йорды тексермек болады да, тыңдайтын құрал салып оған қоса бетперде киіп оны алдайды. Алайда сол уақытта Йор керісінше өзін жаман әйелмін деп кінәлап жүреді. Жұмыстан шыққан соң екеуі кезігеді. Ллойд қателескенін біліп, өз ісіне көңілі толмайды. Келесі бөлім дене шынықтырудағы алыптар деген ойын жайлы болады. Жеңген адам Стелла алып қалуы да мүмкін еді. Йор болса әдеттегідей Аняны дайындай бастайды. Ойын басталады. Аняға қарсы топта Билл есімді бір качок болады. Ол Аняның тобындағылардың бәрін оңай жеңеді. Аня құлап қалғанда Билл соққы береді. Ал Демиан оны құтқарып қалады. Ендігі Аня жалғыз қалады. Анасы айтқан ақыл кеңеспен дайындықты есіне алып, бар күшін жинап, керемет тұрысқа тұрып, жай лақтырады да жеңіліп қалады. Десе де Билл Стелла алмайды. Генри керісінше Анямен қалғандарына риза болады. Ал келесі бөлімде Ллойд Аняның бағаларын көріп, оқу арқылы Стелла алмайтындығын түсінеді. Сондықтан қоғамдық жұмыс арқылы Стелла алмақ болады. Десе де Аняның қолынан бұл да келмейді. Бірде бір бала бассейнге батып бара жатады. Аня өте ақылды болғандықтан жүзе алмаса да лезде суға секіреді. Сосын ол да тұншыға бастайды. Кейін Ллойд та келеді де екеуін құтқарады. Ал сосын Аняға Стелла беріледі. Бөлім соңында бізге алдыда кездесетін бір итті көрсетеді. Бірінші бөліктің соңғы бөлімінде көршілер Ллойдты жаман әке, жаман күйеу деп айтып өсектей бастайды. Ллойд оны естіп, отбасымен аквариумға, сосын пингвинариумға барады. Ол жақта ол тағы бір тапсырма алады. Ол тапсырманың да маңызы зор болғандықтан орындауға тура келеді. Аквариумда олар әлгі көршіні кездестіреді. Сосын олар бірге серуендейді. Кейін олар пингвинариумға барады. Тапсырмада бір пингвиннің ішінде капсула бар болып шығады. Ллойд болса сол капсуланы алып, оған қоса отбасымен бірге уақыт өткізуі керек болады.
Ол бір жаңадан жұмысқа келген пингвиндерді тамақтандырушының кейпіне кіреді, сосын әлгі пингвинді алып кетеді. Бірақ бір адам келіп одан сұрайды, сосын куәлігін көрсетеді. Ллойд болса ақымақ емес, оның жасанды екенін біліп қояды. Ал ол болса қашып кетеді. Аня оның киімінің шетінен ұстап алады. Йор оны көріп, әлгі адамды ұрып жібереді. Көршілері Ллойдты енді жамандап жатқанда, Ллойд өтірік сылтау айтып, құтылып кетеді. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыр. Тыңшы отбасы жалғасы шыққанын қалайсыздар ма? Және достар, 87%-дің тым болмағанда 30% арнаға тіркелсе, видео өте тез шығады. Бар болғаны подписаться батырмасын басу керек. Олай болса, келесі көріскенше.